Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін 2-ші сыныптың қазақ тілі пәнінің 5-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. Балалар, біз бұл сабақта мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыратын боламыз. Және ол сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ендеше 17-ші жаттығуға назар аударайық. Дала гүлдері. Далада өсіп тұрған бәйшешек пен бақбақ бір-бірімен таласып қалды. Ең әдемі гүл менмін. Ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлап, елді қуантамын, деді бәйшешек. Жоқ, ел мені жақсы көреді. Өйткені менің 2 бас киімім бар. Біріншісі жайнаған сары гүл, екіншісі үлпілдеген үкілі бөрік, деді бақбақ қарсыласып. Екеуінің сөзін тыңдап тұрған қарт кісі: таласпаңдар, сендердің екеуің де әдемісіңдер, иістерің де керемет. Екеуің қатар тұрғанда даланы жайнатып, иістерің адамдарға қуаныш сыйлайды, деді. Содан бері бәйшешек пен бақбақ таласпайтын болыпты. Ендеше мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ құрастырып, оларға жауап бер, дейді балалар. Бірінші сұрақ мұнда дайын құрастырылып тұр екен. Бәйшешек бақбаққа не деді? Қане балалар, жауап беріп көрейікші. Бәйшешек: ең әдемі гүл менмін. Ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлап, елді қуантамын, депті, я? Кімге айтып тұр екен балалар? Бақбақ гүліне айтып тұр екен, я? Енді міне, 2-ші, 3-ші сұрақтарды өзіміз құрастыруымыз керек екен. Ендеше 2-ші сұрақты бақбақ бәйшешекке не деді деп жаңағыдай сұрақ құрастырып көрейік. Ал енді бұл сұраққа жауап берейік. Бұл сұрақтың жауабы әрине мәтінде тұр екен. Жоқ, ел мені жақсы көреді. Өйткені менің 2 бас киімім бар. Біріншісі жайнаған сары гүл, екіншісі үлпілдеген үкілі бөрік. Мінекей осылай бақбақ бәйшешек гүліне айтып тұр екен. Ендеше 3-ші сұраққа: қарт кісі бәйшешек пен бақбаққа не деді? Деп міне осындай сұрақ құрастырайық. Ал енді бұл сұраққа жауап берейік. Не деді кәне? Қайдан табамыз оны? Әрине мәтіннен. Таласпаңдар, сендердің екеуің де әдемісіңдер, иістерің де керемет. Екеуің қатар тұрғанда даланы жайнатып, иістерің адамдарға қуаныш сыйлайды. Міне осылай деген екен балалар. Ендеше тағы да мұнда тапсырма бар екен. Мәтіннен у дыбысы бар сөздерді тап, қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін анықта, дейді. Балалар, ендеше мәтінге жақсылап көз жүгіртейік. Бұл жерде у дыбысы бар сөзді табуымыз керек, балалар, және ол сөздердегі у дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба, соны табуымыз керек. Балалар, ең бірінші сөйлемде у дыбысы жоқ екен, Ал енді 2-ші сөйлем, яғни бәйшешектің сөзін іздестірейік. Бұл жерде қуантамын деген сөзде у дыбысы бар екен, Бұл жерде у дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба, балалар? Ережені қайтадан есімізге түсірейік. Егер де у дыбысы дауыссыз дыбыстан кейін келетін болса, ол әрине дауысты у болады екен, балалар. Ендеше бізде у дыбысы қандай дыбыстан кейін келіп тұр? Әрине қ дыбысынан кейін келіп тұр, Олай болса, бұл жердегі у дыбысы дауысты болады екен. Ал келесі сөйлемде, балалар, келесі сөйлемде жоқ, одан кейін сөйлемдерде де жоқ екен, балалар. Бұл жалпы 2-ші бақбақтың сөзінде ешқандай у дыбысы жоқ екен. Келесі екеуінің сөзін тыңдап тұрған қарт кісі деген сөзде, міне екеуінің деген сөзде бар екен, Бұл жерде, балалар, у дыбысының алдында қандай дыбыс тұр? Е дыбысы тұр, Ал е дыбысы дауысты ма, әлде дауыссыз ба? Дауысты. Ал ережеге сәйкес у дыбысы дауысты дыбыстан кейін келсе, дауыссыз у болады екен. Яғни бұл жердегі у дауыссыз. Келесі сөздерде екеуің деген сөзде бар екен. Екеуің деген жерде де дәл жаңағыдай еден кейін у келіп тұр. Бұл жерде де дауыссыз у болып саналады екен, Міне, одан кейінгі сөзде де екеуің, бұл жерде де дәл сондай. Одан кейін қуаныш деген сөзде де бар екен. Бұл жерде де у дыбысы дауыссыз дыбыстан кейін келіп тұр. Сол себепті ол дауысты болады. Және де қалған сөйлемдерде у дыбысы мен у дыбысы бар сөздер жоқ екен, балалар.
Ендеше біз бұл жаттығудың тапсырмаларын толық орындадық. Балалар, ендеше 18-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді көшіріп жаз, у дыбысы бар сөздердің астын сыз. Балалар, ендеше өлеңді бірінші дәптерімізге көркем түрде көшіріп жазамыз. Ол үшін денемізді тік ұстап, дәптерімізді қиғаш қоямыз, балалар. Ендеше балалар, осы жаттығуды көшіріп болғанша видеоны тоқтатып қоюларыңа болады, балалар. Балалар, ендеше өлеңді көшіріп болсақ, тапсырманы орындайық қане. У дыбысы бар сөздердің астын сыз дейді. Балалар, қанекей, у дыбысы бар сөздер іздейікші қане. Мінеки, раушан және жауқазын. Мінеки, осы сөздердің астын сызамыз. Енді у дыбысының дауысты немесе дауыссыз екенін дәлелде дейді, балалар. Балалар, раушан деген сөзде у дыбысы а деген әріптен кейін келіп тұр. Яғни, у дыбысы дауысты дыбыстан кейін келсе, олай болса, ол у дауыссыз болады. Яғни, а дыбысы дауысты, осы дауысты дыбыстан кейін келіп тұр у, демек ол дауыссыз у болып саналады екен. Келесі сөз жауқазын. Жауқазында да дәл солай. Бұл жерде де а дыбысынан кейін у келіп тұр. Яғни, дауысты дыбыстан кейін келген у дауыссыз болады. Енді 19-ші жаттығу. Суреттегі гүлдермен аттас қыздардың есімдерін тауып көр. Сол сөздермен екі сөйлем құрап жаз дейді. Балалар, біз суреттен райхан гүлін және қызғалдақ гүлін көріп тұрмыз. Яғни, райхан, қызғалдақ деген қыздардың есімдері бар екен. Олай болса, райхан, қызғалдақ сөздерінен сөйлем құрайық, балалар. Біздің үйдің ауласында хош иісті райхан гүлі өседі. Райхан сөзін қатыстырып, осы сөйлемді құрауымызға болады. Ал қызғалдақ сөзін қатыстырып, көктем келгенде қырда қып-қызыл қызғалдақтар өседі. Неге осылай қызғалдақ сөйлемін қатыстырып, сөйлем құрауымызға болады екен. Енді 20-ші жаттығу. Сөздерді буынға бөліп оқы дейді. Уыз, уылдырық, умаштау, улы. Мінеки осылай буынға бөліп оқыдық, балалар. У дыбысы дауысты ма, әлде дауыссыз ба? Дәлелде дейді, балалар. Қалаған сөзіңмен сөйлем құра дейді. Балалар, бірінші сөзде уыз. Уыз сөзінде егерде у дыбысы сөздің басында дауысты дыбыстан бұрын келсе, онда ол дауыссыз у болып саналады. Уыз деген сөзде у дыбысы дауыссыз. Ал екінші сөзде уылдырық. Яғни, бұл жерде де дәл сондай, сөздің басында дауысты дыбыстан бұрын келген у дауыссыз у болып саналады екен. Үшінші умаштау. Сөздің басында дауыссыздан бұрын келген у дауысты болады. Балалар, м дыбысы бұл жерде дауыссыз. Ал дауыссыздан бұрын келсе, онда ол у дауысты болады екен, балалар. Келесі улы деген сөз. Балалар, бұл жерде де у дыбысы сөздің басында және дауыссыз дыбыстан бұрын келіп тұр, дауыссыз дыбыстың алдында келіп тұр. Демек, ол у дауысты болады екен, балалар. Балалар, ендеше келесі тапсырмада қалаған сөзіңмен сөйлем құрап жаз дейді. Балалар, олай болса мен уыз деген сөзді алып сөйлем құрайын. Көктемде барлық сиырлар төлдейді. Сөйтіп біз уыз көже ішеміз. Мінеки, балалар, осындай сөйлем құрадым. Сендер де қалаған сөздеріңді таңдап алып, сол сөзден сөйлем құраңдар. Балалар, олай болса, біздің бүгінгі 5-ші сабағымыз өз соңына жетті. Олай болса, келесі 6-шы сабақта кездескенше.